Мен 1997 жылы туылған қазақтың қарапайым қаракөз қызымын. Әкем мен 2 жасқа толар-толмас Алладан әмір келіп қайтыс болған екен. Содан кейін анам мен 4 жастан енді асқанымда мені әкемнің ағасының үйіне апарып тастап, өз бақытына мені кедергі болмасын деп артына қарамай тастап кете барды. Сол кездегі сурет әлі күнге дейін көз алдымнан кеткен емес. Менің анамның артынан қолымды созып шырқырап жылағаныма қарайламай өзге еркектің құшағында кете барды. Сол күні бала жүрегім қатты ауырды. Анам сол сәтте өзі ғана кетпей, менің балалық шағымды да өзімен бірге ала кетті. Амал жоқ, мен жылап сықтап қала бердім. Ол үйде атам, апам, көкем мен жеңгем, әпкем бола тұра, олардың ешқайсысы келіп менің көзімнің жасын сүртіп, бауырларына басып жұбатпады. Сол күннен бастап тірі жетімнің тақсіретін тарта бастадым. Әйтеуір ішетін тамағым мен жататын жерім бар ғой. Ата-апам мені өлтірмес деп сол үйде тұрып жаттым. Сол кездері көршінің мен қатарлы кішкентай қыздары қуыршақтарын сәндеп ойнап, мәз болып жүргендеріне мен 2 көзім 4 болып анамның жолын тосып отыратын едім. Көкек анамды күтумен күндер, айлар, жылдар өтіп жатты. Мен бой жеткен сайын маған ол үйде тұру өте қиын бола бастады. Апам менен тамақты қызғанып ұрса беретін. Сол кездері бала болып тәтті кәмпитте жеп көрмеппін. Әйтеуір арасында үйге қонақ келгенде ұрланып алып тығылып отырып жеп алатынмын. Ал атам болса, ол да маған кейде еш себепсіз ұрса беретін. Тіпті нұқып басымнан ұрып жіберетін кездері де болып еді. Көкем мен жеңгем де маған жанашырлық танытпайтын. Бар жақсыны өз қыздарының аузына тосып, мені сол үйдің бар тіршілігіне салып қоятын. Ал әпкем өзіне қарсы сөйлеме, бөлмеме кірме, киім мен заттарыма тиіспе деп нақақ жала жауып, мені тұншықтыра қылқындырып, өлтіріп қоя жаздаған кездері де болған еді. Әйтеуір кеудемде жаным бар, жетім жүрегім бір күні анам келіп алып кететін шығар деген үмітпен жүре бердім. Апам әйтеуір елден ұялғаннан үстіме киім әперіп мектепке жіберді. Сөйтіп оқып жүрдім. Сабақтан келе сала үйдің бүкіл жұмысын жасайтынмын. 5 сыныптан бастап жеңгем тамақ жасап, сиыр саууды ұрсып жүріп үйретті. Сөйтіп кішкентай кезімнен үй шаруасына бейімделе бастадым. Сонда таңертең ерте мал қораға сиыр саууға барып, бұзауын босатып емізуге әкеле жатқанымнан ақ анасы мөңіреп, бұзауын емірене жалап, иіскеп жататын. Соған қарап тұрып, мал екеш малда баласын қандай мейіріммен жақсы көреді. Ал менің анам осы сиыр құрлы болмады ма? Мені қалайша бұлай тастап кетті екен деп ауыр ойға берілетінмін. Өйткені анам сол кеткеннен ешқандай хабары ошарсыз молынан кетіп еді. Мені сол тастап кеткеннен кейін бір ретте болсын іздеп келмеп еді. Үйдегілер жекіп ұрысқан кездері анамның аялы алақанын, омырауының иісін сағынып, мал қора жақта шөптің ішіне кіріп алып, көздерімнен жас моншақтай қыстығып жылайтынмын. Бірақ қанша күтіп жылағаныммен анам мені алып кетуге келмеді. Мен кішкентай кезімнен аппақ өте сүйкімді қыз болып бой жете бастадым. Сыныптағы қыздар менімен құрбы болғылары келіп, ал ұлдар менің қасымда отырғысы келетін. Ал мен бір ересек адамша ертеңгі күнімді, алдағы болашағымды ойлап қамығып жүретінмін. Аумалы төкпелі кезеңге келе бастағанда мінезім мүлде тұйықталып кетті. Ешкіммен сөйлеспейтінмін, сырымды да айтпаймын. Сыныптастарымның барлығы сабақтан кейін үйлеріне асықса, мен керісінше үйге қайтқым келмейтін. Сыныптағы қыздар әдемі киініп жүргендерінде мен көбінесе үстіме үйлеспесе де әпкемнен қалған киімдерді ескі құсқыны місе тұтып киіп жүретінмін. Сол кездері бала жүрегім жаратқанға сенетін. Тәңірімнен жақсылық тілеп, анамның келіп мені алып кетуін сұрайтынмын. Осылай жүргенімде бір күні үйге әкемнің бала кезінен бірге өскен досы келді. Мені көре салып, жанына шақырып алып, көңілі босап, бауырына басып, бетімнен сүйіп, марқұм әкең көзі тірі болса, сендей әдемі, ақылды қызының барын мақтан тұтатын еді деп, көзіне жас алып жылап қалды. Сонан кейін ата-апаммен отырып шәй ішіп, әкемді еске алып, біраз уақыт әңгімелесіп отырды. Сөйтіп үйлегілермен қоштасып шығып бара жатып, ешкімге көрсетпей менің қалтама ақша салып қойды да, мына ақшаны қазірше ешкімге көрсетпей бір жерге тығып қой. Кейін өскенде бір қажетіңе жаратарсың
бетімнен сүйіп кетіп қалды. Ол кісі кеткен соң мен Малқора жаққа барып, қалтамнан әлгі ақшаны алып санасам, 20 000 теңге екен. Мұны көріп қатты қуанып кеттім. Сөйттім де жан-жағыма қарап, апамдар көріп қоймасын деп қайта қалтама салып қойдым. Ол уақытта теңгенің құны бар кезде 20 000 деген біраз ақша еді. Сөйтіп өмірімде тиын тұрмақ мұндай ақшаны ұстап көрмегенмен дереу дүкенге қарай құстай ұштым. Дүкенге келіп, бала күнімде арман болған балмұздақ, шоколад, сағыз сатып алдым. Сөйтіп қалған ақшаны қайтадан қалтама салып қойдым. Үйге келіп түпкі бөлмеге кіріп алған заттарымды тығылып жеп отырған жерімнен апам кіріп қалып көріп қойды. Сөйтіп, балмұздақты қайдан алдың? Оны сатып алуға кім ақша берді деп төбемнен төніп келді. Мен болсам, әкемнің досы жаңағы Аян аға берді. Қалған тиынымды сізге берем деп қалтама салып қойдым деп, қалтамнан қалған ақшамды алып апама бердім. Ақшаны бергенім сол еді. Күтпеген жерден апам тоқтаусыз ұра жөнелді. Қолмен ұрғаны аздай ас үйден оқтауды әкеліп сабап тастады. Денемнің барлығы құрысып, іші бауырым езіліп, аузы мұрным қанталап кетті. Сол кезде үйде атам болатын. Ол кісі осының барлығын көре тұра апама қой деп бір ауыз айтпады. Маған араша түспеді. Сол түні бүкіл денем сырқырап ауырды. Ата-анамды ойлап түнімен жылап шықтым. Әкем тірі болғанда ғой. Анам кетпейтін еді. Мен толыққанды отбасында өз үйімде өмір сүрер ме едім? Мүмкін інім, сіңлім болар ма еді? Жалғыз болмас па едім? Деп басыма неше түрлі ойлар келді. Тіпті бұлай өмір сүргенше қораға барып асылып қалсам ба екен деген ойлар да болды. Менің жазығым не еді? Өмірімде бала болып шоколад алып жегенім бе? Өз анам мені аямағанда бұл кісілерге не деп өкпелеймін деп өз-өзімді жұбатып жүріп жаттым. Қатыгез ата-апамның қолында өссем де өте зерек, пысық болып бойжеттім. Сабақты да жақсы оқып, 9 сыныптан кейін ешкімді тыңдамай өз күшіммен колледжге оқуға түстім. Сөйтіп күз айында сабақ басталғанда студент атанып, қалаға оқуға кеттім. Осы кезде кең тыныстап, адам сияқты ауа жұттым десем де болады. Құдды бір тар қапастан шыққандай болдым. Күз келіп, қоңыр салқын лебесіп, қала көшелеріндегі ағаштардың жапырақтары алтын түске еніп, менің ішкі күйіммен үйлесіп тұрғандай еді. Қыш-қыш қайнаған қала өмірі менің жетім жүрегіме бір серпін бергендей болды. Бала күнімде көрген барлық қиыншылықтарым, жазықсыз жапа шегіп таяқ жеген күндерім артта қалды ғой. Енді мені мұнда жарқын болашақ күтіп тұр деп, кеудемді белгісіз бір қуанышты сезім кернеп, армандап, алдыма белгілі мақсат қойып, бар ынта ықыласыммен оқуға ден қойдым. Тек өзіме ғана сену керек екенін жақсы түсінетінмін. Өз тамағым мен киімімді табу үшін сағат 3-ке дейін оқуда болсам, сабақтан кейін әртүрлі жұмыстар жасай бастадым. Официант, кассир, продавец, ыдыс жуушы, тағы да әртүрлі салада жұмыс жасап жүрдім. Сондай-ақ демалыс күндері әл-ауқаты жоғары отбасылардың үйін тазалап, жақсы ақша таба бастадым. Өз оқу орнымның жатақханасының бір бөлмесінде 3 қыз болып тату-тәтті тұрып жаттық. Сабағымды оқып, жұмысымды істеп, уақытта зымырап өтіп жатты. Күз кетіп, қара жерді ақ ұлпа қар басты. Мен оқуға түсіп, қар қапастан бостандыққа шығып, емін-еркін елмен араласып, жұмыс істеп ақша таба бастағалы, жан-жағыма да ерекше көңіл бөліп, табиғаттың әр мезгіліне қуана қарайтын едім. Осындай қыстың бір түнінде жатақхананың жылы бөлмесінде көрпеге оранып алып ұйықтап жатқанымызда, түнгі 11-лер шамасында есіктің тарсылдаған дыбысынан оянып кеттік. Мен орнымнан атып тұрдым. Жарықты жақтымда есікті ашсам, ар жағында өзімізге таныс апайлар келіп тұр екен. Бір кезде жатақхана тәрбиешісінің артқы жағынан «Бұл бөлмедегі қыздар түгел ме екен?» деп форма киген өте тартымды аққұба бойшаң келген, қасы көзі қап-қара толқынды қара шашын артқа қарай қайырған сымбатты бір жігіт алға қарай 2-3 қадам басып шыға келгенде, тұла бойым шымырлап кеткендей бір түрлі түсініксіз күйге ендім. Сөйтсек, ол біздің колледжге жаңадан тағайындалған инспектор екен. Ол да маған қарап тоқтап қалды. Екеуміздің жанарымыз түйісіп қалғанда, бір-бірімізді ұнатып қалғанымызды сол сәтте-ақ сезінген едік. Осы уақытқа дейін маған мектепте боз балалар да, колледждегі біраз жігіттер де ғашық болып көңіл білдірген еді.
алайда менің жүрегім ешкімге селт етпеген болатын. Содан сол күннен бастап жаңадан келген инспектор жігітті колледжде, асханада, жатақхана ауласында жиі көріп кездесіп қалатын болдық. Оны көргенімде аяқ қолымнан әл кетіп, жүрегім дүрсілдеп ерекше бір күйге енетін едім. Ол да маған сондай бір ғашық көздермен қарайтын. Осылай жүргенімде қыс бітіп көктемде келді. Жер ақ көйлегін шешкен арудай сыланып, құлан таза болып шыға келді. Көктем көрінісі көзді арбап, көңілге нелер қилы ой салатын ең бір жақсы шақ қой шіркін. Құстар да көбейіп кетті. Ертеден кешке дейін дүр-дүр етіп ағаштан ағашқа қонып, у-шу базар жасап, мәз-мейрам болып шықылықтасып, бір тыным таппайды. Осы көктеммен бірге маған да белгісіз бір үлкен сезім қатар келді. Әлде қайдан алыстан ерекше бір хабар күткендей үнемі елегізіп тың-тыңдайтын едім. Ұшар құстай үркектеп, айналама жалтақтай қарай беретінмін. Түні бойы пердені ысырып қойып, кірпік қақпастан терезеден аспанға қарап, болашағымды көз алдыма елестетіп, тәтті қиялдарға берілетінмін. Ол қиялымда мені өзіне ғашық еткен сымбатты да кербез инспектор жігітті ойлайтынмын. Қалыңдық көйлегін киіп, қаланың қақ ортасындағы мейрамханалардың бірінде болып жатқан өз тойымды көретінмін. Мен сондай бақытты қалыңдық болып, инспектор күйеуім екеуміз ортада вальс билеп жүргенімізді ата-апам мен көкем, жеңгем және күндес әпкем мына қыз пәлік пысық екен ой, қалаға келе салып, мынадай сымбатты жігітке күйеуге шығып жатыр деп таңдана қарап тамашалап отырғандарын көз алдыма келетін. Сөйтіп ғашық болып тәтті қиялға беріліп жүргенімде инспектор жігіт менің телефон номерімді жанымдағы құрбымнан сұрап алыпты. Сөйтіп телефон арқылы танысып, хабарласып, сөйлесіп жүретін болдық. Осы кездері көктем табиғаты секілді менің де бар болмысым жаңарып, құлпырып бара жатқандай еді. Ақша бұлттардың үстінде қалқып жүргендей едім. Өз-өзіме қарап, жақсы киініп, әдемі болып жүруге тырысатын болдым. Ата-апама деген ренішімді де ұмытып, 2-3 айда ауылға барып тұратын болдым. Бала кезінен қаншама ренжітіп, ұрып соқса да, мені бағып өсірді ғой деп, барған сайын пакет-пакет азық-түлік тәттілерімді алып барамын. Сондай-ақ несиеге кір жуғыш автомат машинка, апама жаңа ұялы телефон алып беріп, балаша қуантып едім. Осылай ата-апаларыммен қарым-қатынасым дұрысталып, өмірім өзге арнаға бұрылғандай еді. Сүйген жігітім де маған ерекше қамқорлық танытып жүрді. Екеуміз қыз бен жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Иә, ол күндері біз екеуміз өз қылықтарымыз үшін ешкімге есеп берген жоқпыз. Бастық баған асау жастық шақ нені бұйырса соны орындадық. Біз үшін сол сәттерде тек махаббат қана жер дүниені жеке билеп тұрғандай болатын. Осынау жасыл аспанның астында бізде бір кезек дәурен сүріп жатқанда едік. Бірақ махаббаттың бал шарабын басымызға көтере сіміргенде түп жағында не жатқанын мен сезген жоқ едім. Махаббаттың тәтті шәрбатына мас болып, көздерім одан басқаны көрмей, жүрегім тек сол үшін ғана соғып тұратын. Екеуміздің махаббатымыз жайлы ешкім білмейтін. Осы уақытта ауылда маған құда түсіп жатқандар болды. Апам күнде хабарласатын. Мен жігітіме: "Жан, маған ауылда құда түсіп айттырып жатыр екен. Екеуміз үйленейік те, қашанғы бұлай жүреміз?" деп едім жігітім. "Біраз шыдай тұршы, мен тойға қаражат жинап алайын да", деді. Уақыт деген зымырап өте шықты. Мен 3-ші курсты аяқтап, енді 1 жылдан кейін диплом аламын деп қуанып жүргенімде, басым айналып, жүрегім айнып, денсаулығым болмай жүрді. Мен мұныма аса мән бере қоймадым. Содан практикада жүргенімде бір күні кабинетте лоқсып, жүрегім айнып шығып кеттім. Сонда тұрмыстағы топтың бір қызы артымнан жүгіріп шығып, жағдайымды сұрады. Мен осылай жүрегім айнып жүргенін айтқанымда, "Сенің аяғың ауыр емес па?" дегенінде төбемнен жай түскендей болдым. Содан тезірек қайтқанша асықтым. Жолдан тест алып жатақханаға келіп тексеріп көрсем, 2 қызыл сызық шығып тұр. Аяғым ауыр екен. Бойымды қуанышпен бірге қорқыныш сезімі биледі. Ойымды жинақтап қолыма ұялы телефонымды алып, инспектор жігітіме қоңырау шалдым. Сөйтіп едім, тұтқасын көтермеді. Сонан кейін біраз уақыттан кейін және қоңырау шалып едім, тұтқаны бір әйел кісі көтерді. Алғашында сасып қалғаныммен, кейін жігітімнің атын атап, "Шақырып жібересіз бе?" деп едім. Ол кісі оның Моншада екенін, хабарламамды қалдыруын сұрады. Ал мен үндемей тұтқаны қоя салдым. Сонан кейін оған қайта қоңырау шалмадым. Әлгі әйел кім болады екен деген көкейімнен күмән кетпеді. Ол да біраз уақытқа дейін маған хабарласпады.
іздеп те келмеді. Содан мен не істерімді білмей дал болып жүргенімде күн суытып қыс түсе бастады. Ағаштардың басында қалған бірен-саран жапырақтары дірілдеп жаурап күннің көзін іздейтіндей. Мен де осы жапырақ секілді іштегі шаранам екеуміз қорғансыз жылу іздеп жабырқап жүрдік. Осылай жүргенімде колледжде жаңа жыл кеші болатын болды. Мен барғым келмеп еді, жанымдағы құрбыларым: «Макош, жүрсеңші, көңіл көтеріп билеп бір сергіп қайтасың», деп болмаған соң оларға ілесіп кешке бардым. Сол кеште мені ұнатып жүрген жоғары курстың бір жігіті биге шақырып, екеуміз айнала толқып билеп жүргенімізде есік жақтан инспектор жігітім кіріп келді. Залға кіре сала мені бірден көрді. Ал мен болсам оны байқамағансып, билеп жүрген жігітімен әңгімелесе күліп, ырғалып билей бердім. Көз қиығыммен инспекторға қарасам, түрі түтігіп, менен көз алмай тұр екен. Содан бір кезде басым айнала бастаған соң жанымдағы жігітке: «Рахмет, мен қайтамын, мазам қашып тұр» деп едім. Ол: «Мен шығарып салайын» деді. Содан мен қажеті жоқ деп залдан шығып, гардероптан сыртқы киімімді алып, сыртқа шығып, жол жиегінде такси ұстап тұр едім. Артымнан: «Мадина, тоқташы» деген таныс дауысқа жалт қарасам, инспектор жігітім екен. Жаныма жүгіріп келіп, қолымнан ұстап: «Жүр көлікке, өзім жеткізіп саламын» деді. Мен болсам: «Қажеті жоқ, өзім кетемін» дегеніме де болмай, сүйрегендей етіп көлігіне апарып отырғызды. Сөйтіп көлігін от алдырып, тыныш бір көшенің бойына тоқтады. Мені сағынғанын айтып құшып сүйіп жатыр еді. Мен оны тоқтатып қолына апарып ішіме қойдым. Сөйтіп: «Жан, менің аяғым ауыр. Сенің балаңды жүрегімнің астында көтеріп жүрмін» деп жақсы жаңалығымды айтып, қуанышыммен бөліскім келді. Ол мені сағынып құшып сүйіп жатқан соң, өткендегі тұтқаны көтерген әйел жайлы күдікті ойларым сейілгендей болатын. Оны әпкесі болмаса бір туысы болар деп ойладым. Сөйтіп жігітім аяғым ауыр дегенді ести сала қолын тартып алды. Сөйтті де: «Не дейсің? Қойшы, шын солай ма?» деді таңырқаған жүзбен. Мен болсам: «Рас айтам, біраз уақыт болып қалды» деп едім. Ол: «Олай болса тездетіп алдыртып таста. Үйлену жайлы армандамада. Менің әйелім 3 балам бар. Қазір 4-ші сәбиімізді күтіп жүрміз» дегенінде тынысым тарылып, не дерімді білмей қалдым. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Ол болса сөйлеп жатыр: «Ақша беремін, дәрігерге апарамын» дейді ме? Мен болсам үнсіз ғана, жанарым жасқа шыланып, көліктен түсіп, басым ауған жаққа қарай кете бардым. Ол болса артымнан шықпады да, келмеді де. Көлігін от алдырды да, жанымнан зу етіп өте шықты. Мен үстіме жұқалау күртеше киіп алған болатымын. Қыс мезгілі, түн болса суық еді. Содан жылай-жылай жатақханаға да жетіп қалыппын. Бөлмемізге кірген соң шешінбестен төсекке құлай кеттім. Сол күні түнде қалтырап дірілдеп, қызуым көтеріліп қатты ауырдым. Ертесінде басымды көтеріп ауруханаға дәрігерге бардым. Сол жерде іштегі сәбиімді де көргім келіп, УЗИ кабинетіне кірдім. Сөйтсем, іштегі балам бүкіл дене мүшесі дамып, адам болып қалыпты. 17-18 апталық бала болып қалыпты. Оның жүрек қағысын естігенімде бойымда аналық сезімі оянып, көзіме жас алдым. Іштей өз-өзіме қандай жағдай болмасын алдыртпаймын, туып алып өзім бағып қағып өсіремін деп шештім. Сөйтіп қысқы сессияны тапсырып, ауылдағы апа-атамның үйлеріне барып біраз демалып қайтайын. Келген соң ішім шыққанша біраз жұмыс істеп, ақша жинап алайын деп ойладым. Ауылға анау-мынау заттарымды, тәттілерімді алып апамдарға келдім. Ертесінде таңертең сыртқа дәретханаға кеткенімде жеңгем сөмкемнен боянатын заттарымды алғысы келіп, УЗИдің қағазын көріп қойыпты. Содан апама айтып, барлығы мені бала күнімдегідей ұрып-соғып, көгала қойда етіп сабап тастады. Апам: «Сен әбден бұзылған екенсің. Біз сені осындай болсын деп бақтық па? Ақшаны да қалай тауып жүргенің белгілі болды ғой» деп ауыр сөздер айтты. Содан соң үйдегі баяғы күндес әпкем тұрмысқа шығып қонаққа келген екен. Менің жаныма отырып: «Сіңілім, әлі жассың ғой. Бұл баланы әкесіз қалай өсірмекшісің? Әкесі керек қылмаса, сенің басыңда не үйің жоқ, тұрақты жұмысың да жоқ. Бір қара басыңды бағып алсаң да қалай? Осыншама стресстен соң дені сау балада болмайтын шығар. Алдыртып тастағаның жөн болар» деп жан-паны шығып айтты ма, әлде апам солай айт деді ме білмеймін. Ойлана келе оның сөзінің жаны бар ау деп баланы алдыртуға бел байладым. Сөйтіп жиналдым да қалаға келіп, инспектор жігітіме хабарласып,
баланы алдыртамын деп едім. Ол өзі келіп мені бір таныс дәрігеріне алып барды. Ол кісі мені қарап, УЗИ нәтижесін көріп, срогың өтіп кеткен, бала үлкейіп кетіпті. Саған таблетка беремін, соны 3 күн ішесің, содан кейін бала түсіп қалады деп бізді шығарып салды. Содан жігітім әйеліне іс сапарға барамын деп 4 күнге бір пәтер жалдап сонда бардық. Мен амалым жоқ, жылай-жылай таблеткаларды қабылдай бастадым. Алғашқы күні ештеме сезінбедім. Екінші күні белдерім сырқырап ауыра бастады. Үшінші күн дегенде белім айналып ауырып, қара терге түсіп қатты қиналдым. Менің бұл түрімді көріп жігітім де қатты қорқып кетті. Не істерін білмей жанымнан шықпай жүрді. Осы кездері мен оны қатты жек көріп кеттім. Не деген қатты кез еді өзі. Өз баласын осылай өз қолымен өлімге қиды. Өзінің 3 баласы мына әлемге сыйғанда менің балам кең әлемге сыймады. Сөйтіп 4-ші күні түсік тастадым. Құдайым-ау, іштегі шарана, аузы мұрны бар, барлық жері жетілген кіп-кішкентай қол аяқтары бүрісіп, құдды тәтті ұйқыда жатқандай еді. Мұны көріп жүрегім қанжылады. Содан менен қан кетіп тоқтамаған соң, жігітім жедел жәрдем шақыртып, бала өздігінен түсіп қалды деп барлығын өзі реттеп, ауруханаға жатып шықтым. Ал ол болса, ұлымызға Дарын деп атын қойып апарып жерледі. Осымен алғашқы махаббатым аяқталды. Менің мұндай жағдайға түскенімді, аяғым ауырлап түсік тастады дегенді ауыл жақтағылар, ата-апамдар барлығы естіді. Алайда елдің өсек аяңына мән бермедім. Құр сүлдемді сүйретіп, болашағымның күл талқаны шығып, тұңғыш сәбиімнің жағдайына іштей қатты қапаланып, қатты қайғырдым. Оған жарық дүниені сыйлай алмағаныма қатты қайғырып, іштей өз-өзімді мүжей бердім. Кішкентай періштем үшін тек дұғада болдым. Ал инспектор жігітіммен колледжде күнара көрісіп қалатынбыз. Сол кездерде менен кешірім сұрап кінәлі болып, біраз уақыт соңымнан жүгірді. Біздің махаббатымыздың соңы осылай аяқталғанына өкінетінін айтып жүрді. Алайда оның мен ғашық болған бүкіл жан дүниесі, бүкіл болмысы мен үшін жат болды. Оған қарасам жүрегім айнитын еді. Махаббат сезімі жек көрінішке айналды. Оны көрген сайын іштей мен қалайша осындай өзімшіл адамға алдандым. Отбасы барын жасырып қалайша барымды оған сеніп тапсырдым екен деп ойланып қалатынмын. Тірі адам өмір сүру үшін тіршілігін жасайды екен. Осылайша қыс өтті, артынан көңілге үміт отын жағып көктем келді. Табиғат түрленіп, айнала көгеріп, күн шуағын шашып, мен де ақырындап есімді жия бастадым. Соңғы курсты аяқтап белгілі мамандық иесі атанып диплом алдым. Сөйтіп жұмысқа тұрдым, жағдайым ақырындап жақсара бастады. Жұмысқа тұрған мекемемде әріптестеріме бірден үйренісіп кеттім. Осылай жұмыс істеп жүргенімде бір күні әріптестер айтулы бір мерекені тойлайтын болды. Мен сол кешке барғым келмеген болатын. Алайда жанымдағылар ренжитін болған соң, жұмыстан үйге келіп, жуынып шайынып, үсті басымды ретке келтіріп дайындалып бардым. Сөйтіп сол кеште мейрамханада бір жігітпен таныстым. Сырттай жымиып жүргеніммен іштей ер адамға деген сенімім жоғалған еді. Кеш өте жақсы өтті. Әріптестермен әңгіме дүкен құрып, ән тыңдап, би билеп жақсы отырып қайттық. Сонан кейін сол кеште танысқан жігітпен есімі Саян еді, телефон арқылы сөйлесіп жүрдік. Екеуміздің қарым-қатынасымыз достар секілді еді. Бала күнінен мейірім көрмей, жылы сөз естімей өскеннен кейін бе, жүрегім жұмсақ, аңғал, сенгіш едім. Бір рет аузым күйсе де, жүзіме күлімсіреп қарап, жылы сөйлеген адамға сеніп қалатын едім. Осылай Саянды да өзіме жанашыр дос деп қабылдадым. Ол да үнемі қал жағдайымды сұрап, қажет кезде көлігімен келіп, апарып, әкеліп тастап барынша көмектесіп, іштегі мұңымды тыңдап, рухани демеу беріп жүрді. Маған тек дос құрбы ретінде қарайтын еді. Осылай жүргенімізде бір күні мен жұмыстан кеш шығып, такси ұстай алмай тұрғанымда хабарласып қалды. Жақын маңда жүр екен, 10 минут болмай келіп, мені үйге жеткізіп саламын деп алып кетті. Сөйтіп ертесінде демалыс болғандықтан, Мадина, жұмыстан шықтың ғой, қарныңды ашқан болар. Бір жерден тамақтанып алсақ қалай қарайсың? Ертең демалыс қой, тамақтанып болған соң біраз қыдырып әңгімелесіп қайтайық. Сосын үйіңе жеткізіп саламын деген соң, оған сеніп, жарайды дедім. Сөйтіп бір шағын мейрамханаға барып әңгімелесіп тамақтанып болған соң, оның көлігімен түнгі қаланы тамашалап біраз қыдырдық. Саянмен ойым бөлініп, қыдырып жақсы демалып қалдым. Бір кезде трассаның бойынан қалың ағаштың арасындағы төте жолға қарай бұрылып бара жатып тоқтады. Мен, қайда бұрылып кеттің деп шоши сұрап едім.
Қорықпа Мадикош, мына тыныш жерде әңгімелесе отырайық дегенім ғой деп көлігін сөндіріп сыртқа шықты. Мына жер керемет таза ауа екен деп маған да шықсаңшы деп еді, менің көңілім алабұртып жаным жай таппай, Саян, мен шаршадым, кеште болып кетті, қайтайықшы, мені үйге жеткізіп саласың ба деп айта бастап едім. Ол көлікке келіп отырды. Сөйтіп мені бір көргеннен ұнатып қалғанын, дос болып жүргені де маған ғашық болғаннан, мені жиі көргісі келетіндіктен екенін айта бастады. Мен: Саян, сен менің басымнан қандай жағдайлар өткенін жақсы білесің ғой. Мен сені тек дос ретінде қабылдаймын. Саған басқа ешқандай сезімім жоқ деп айтып жатыр едім. Ол күтпеген жерден маған тарпа бас салды. Менің қарсыласқаныма қарамастан күштеп тұрып киімдерімді шешіп, іш киімімді жыртып, арам ойын іске асырды. Ашығын айтқанда, еркімнен тыс менің тасталқанымды шығарды. Барлығы бір бұлыңғыр, қорқынышты түс секілді, досым деп сырласып сенген адамым мені осылай қорлады. Өзі рахатқа батып алып ұялмастан, сені қатты сүйіп қалдым, жаныңда өз-өзімді ұстай алмай, нәпсімді тыя алмай қалдым. Кешірші мені, Мадикош дейді. Неге әйел адамды әлсіз етіп жаратқан? Әсіресе жетімдерді барлық жерде мүсіркеп, адам құрлы көрмейді. Бұл бейшараның ешкімі жоқ деп ойына келгенін істеді. Мен көзімнен жас моншақтап киімдерімді киіп, үндемей отыра бердім. Ол жол бойы ақталып кешірім сұрап, мені үйге жеткізіп тастады. Үйге сүйретіліп әрең кірдім. Өне бойым қатты ауырды. Жуынатын бөлмеге кіріп айнаға қарасам, арғы жақтан менің кішкентай кезімдегідей айнымайтын Мадина қарап тұр екен. Маған ашулы жүзімен қарап: Сен мені алдадың. Баяғыда маған берген уәдеңде тұра алмадың. Өскенде кім боламын деп едің, есіңде ме? Сабақты жақсы оқып, өз күшіңмен оқуға түстің, диплом алып жақсы жұмыс істеймін, жақсы жігітке тұрмысқа шығып отбасын құрамын. Ана танып, балаларыма бар мейірімімді төгіп өсіріп, мені тастап кеткен анама, балалық шағымды ұрлаған апа-атама жақсы адам болғанымды көрсетемін демеп пе едің? Дәл қазір өзіңе қараш, сен енді кім болдың деп сұрағанында, одан ұялғаннан жүзімді тайдырып әкеттім. Жерге отыра қалып өксіп жыладым. Шынымен де мен кіммін осы? Не үшін келдім мына өмірге? Кім үшін, не үшін жанталасып өмір сүріп жүрмін деген секілді ойлар санамды жаулады. Өз-өзіме қол жұмсап өлгім келеді, бірақ менің өлімім мұндай әділетсіздік орнаған әлемде кімге керек еді? Сол түні өз-өзіммен арпалысып, бұл қаладан ешкім білмейтін басқа бір жаққа кету болды. Содан барлығына қолымды бір-ақ сілтеп кетемін деп шештім. Осылайша бүкіл заттарымды жинап, ауылға апаратынына апарып, атам мен апама рахметімді айтып кетпекші болдым. Әрине апам жібергісі келмеді. Өйткені оларға ақшалай көп көмектесіп тұратын едім. Кез келген қалаға кетуге дайын болдым. Сұрастыра келе, солтүстіктің бір ауылына баратын болып шешіп, пойызға билет алып, жаңа қалаға, жаңа өмір бастауға аттанып кеттім. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша солтүстіктің бір шалғай ауданына келдім. Сол жерде кішігірім ауылдық мектепке жас маман болып жұмысқа орналастым. Мұнда ешкімді танымайтын едім. Мемлекеттен маған тұратын үй берілді. Өткенімдегі келеңсіз жағдайлардың барлығы ақырындап ұмыт бола бастады. Жаңа ортамен әріптестеріме бойым үйрене бастады. Ауыл тұрғындары да қарапайым жандар еді. Мені жақын тартып, жақсы қабылдады. Алдыма үлкен мақсат қойдым. Сол үшін көп жұмыс істеуім керек еді. Ауылдан апам жиі хабарласып тұратын. Қал жағдайымды сұрай сала, қаражат мәселесін қозғап, ақша жіберуімді өтінетін. Қазір телефон тұтқасын мүлде көтермейтін болдым. Жастайымнан тірі жетімнің күйін кешіп тартып, есейгенде сезімге алданып, ең соңы зорлық-зомбылықты да көрдім. Іздеуім, сұрауым жоқ адам болға сон тырмысып мына әділетсіз әлемнен бір орын тауып тұрақтау еді. Мектептегі жұмысыммен қатар Алматыдан балаларға арналған киімдер, әйелдер киімін, шұлық, іш киім, опа-далап деген секілді тауарларды почта пойызы арқылы алдыртып, жұмыста қосымша табыс ретінде сатып жүрдім. Кейін түске дейін мектепте сағат 1-ге дейін, түстен кейін сол ауылдағы Қытай зауытында қазақ аспаз тәтенің көмекшісі болып жұмысқа орналасып алдым. Таңғы 6:30-да барлық тағамдардың заготовкасын дайындап қойып кетемін де, мектептен кейін келіп ыдыстарды жуып, реттеп зауыттың маңындағы үйіме қайтатынмын. Осылай жүргенімде бір күні апам хабарласып, сені сағынып жүрмін, келіп өзіңді бір көріп кетейін деп, менің қайда тұратынымды сұрап алып,
1:07-ден кейін Алматыдан іздеп келді. Келген соң үйімді көріп, жағдайымның жақсы екенін көріп үндеген жоқ. Отырып шай ішіп болған соң, Мадикош, ана балама қаражат қажет болып жатыр еді, басына бір іс түсіп тұр, бір көмегің болсын, қарызға болсын бере тұршы, кейін қайтарып береді деп, бар жинаған ақшамды сұрады. Осы уақыт аралығында сауда жасап, мектеп, зауытта жұмыс істеп, 2 миллиондай ақша жинап қойған болатынмын. Осы ақшаны апам, сені бақтым, өсірдім, анаң тастап кеткенде бауырыма бастым деп, өткен кеткеннің барлығын қозғаған соң, ақшаны қолына санап бердім. Апам ақшаны санап алып, риза болып, арқамнан қағып, ертесіне пойызға билет алып беруін сұрады. Өйткені ұлының жағдайына байланысты ертерек қайтуы қажет екен. Иә, ақша деген нелер істетпейді деп ойлаймын мен кейде. Бір күндері мені итше тепкілеп ұрған адам алдыма келіп жыламсырап ақша алып кетті. Кезінде мен олармен бірге бір дастархан басында отырып тамақтанбайтынмын. Ол кісілер мені үнемі бөлектеп, сен біз тамақ ішіп болған соң тамақтанасың, үйге қонақ келсе бөлмеден шықпа деп өсірген апам алдымда құрдай жорғалап кетті. Апам бар жиған тергенімді алып кеткен соң көңілім мүлде түсіп қалды. Мен ол кісілерге ақша қажет кезде ғана керек екенімді ұқтым. Анам мені тастап кеткенде, атам мен апам қалай болса да мені далаға тастамай, балалар үйіне өткізбей қарады деп, өзімді олардың алдында қарыздар санап қолымнан келгенше көмектесіп тұрдым. Қыс түсіп күн суыта бастаған уақытта саудам дұрыс болмай қаражат жағынан қатты қысылып, апама хабарласып ақшамды қайтаруын сұрадым. Сөйтіп едім, апам менің көңіліме тиетін неше түрлі сөз айтты. Мен сені баққаным үшін сен маған қарызсың, ақшаны ендігі сұраушы болма, күніңді көріп тыныш жүр деді. Жетім жүрегім жабырқап, көз жасымды бір сығып алдым. Маңдай теріммен тапқан ақшамның бір тиыны да жоқ болды. Содан және барлығын бір Аллаға тапсырып қоя салдым. Сөйтіп мектептен кейін Қытай зауытының асханасына барып жұмыс істеп жүргенімді сол зауыттың бастығы Ли деген Қытай жігіті маған ерекше көңіл бөліп, көріп қалған кездерінде қал жағдайымды сұрап, елпілдеп қалатын. Сонда сол жерде істейтін қазақтың қыз келіншектері Лидің маған ерекше қарайтынын ұнатпайтын секілді көрінетін маған. Ли біздің мектебімізге де спонсорлық етіп көп көмектесіп тұратын. Сол ауылдағы көп балалы жағдайы төмен отбасыларды да азық-түлікпен қамтамасыз етіп, қайырымдық іс-шаралар көп жасайтын. Ли мырзаның бойындағы осы бір адамға жаны ашып, мейірімділік көрсетіп тұратын қасиеті маған ерекше ұнайтын. Өйткені жетім үшін мейірім мен махаббат өте құнды дүние еді. Ал ер адам ретінде мен оны мүлде қабылдамайтынмын. Біріншіден өзге ұлт, екіншіден бүкіл ер азаматтардан қатты көңілім қалып, ешкімге сенбейтінмін. Бірақ Ли Қытай болса да сондай мейірімді еді. Бір күн асханадан мені шақыртып алып, Мадина, мектептен жұмыстан шығып менің хатшым болып қызмет істесең, жақсы жалақы төлеймін, 2 жерде жұмыс істеп қиналмайсыз, мен қолымнан келгенінше көмектесіп тұрамын деген соң, мен ойлана келе айлығы аз мектептен кетіп, Лидің жанына хатшысы болып жұмысқа орналастым. Ли мен жұмыс істеу өте қызық болатын. Екеуміз екі тілде сөйлейміз, бір-бірімізді түсінбейтін едік. Жұмыста жанымызда үнемі аудармашыға отыратын болды. Лидің хатшысы болып жұмысқа орналасқалы өмірім күрт өзгерді. Ли мені өз қамқорлығына алып, өмірімде ешкімнен көрмеген мейірім, жанашырлық, жылу көрсетіп, мені өзіне баурай бастады. Әрине, қаржылай көмекті де айтпай кетуіме болмас. Астыма су жаңа Lexus қызметке автокөлігін мінгізіп қойды. Көлік жеке менің құзырымда, баратын жерлерімнің барлығына көлікпен барып келіп жүретін болдым. Осы орайда мектептен мерзімінен бұрын жұмыстан кеткен соң, үкіметтен бөлінген үйді қайтаруыма тура келді. Осы кезде Ли, тұрғын үй жағынан еш уайымдама деп маған ауданнан барлық жағдайы жасалған 3 бөлмелі үй сатып алып берді. Сондай-ақ айлығымнан бөлек карточкама майда шүйдеңе жаратарсың деп қомақты ақша салып тұратын болды. Осылай май шелпек, батпан құйрық маған аспаннан түскендей болды. Туыла салып тағдыр тәлкегіне түскен мен секілді жетімге Лидің жасаған жақсылықтары Құдайдың сыйыма дерсің. Ұлты Қытай болса да, өз туыстарымнан, қазағымнан көрмеген мейірім мен жылуды айдаладағы Қытай жігітінен көрдім. Сөйтіп Лидің маған деген сезіміне иә деп жауап беріп, оның тұрмысқа шығу жайлы ұсынысына келісімімді бердім. Алайда Ли мені пәк қыз деп ойлайтын еді. Мен оған өткен өмірім жайлы айтпаған болатынмын. Сөйтіп менің келісім бергенімді атап өту үшін ол зауыттың бас аспазын шақыртып,
керемет дастархан жасатты. Ал мен болсам сол кеште оған өзімнің өткен өмірім жайлы бар шындықты айтуға бел буған едім. Бірақ кешке аудармашы келмеді. Тек аспаз барлығын дайындап болған соң кетіп қалды. Біз Ли екеуміз жалғыз қалдық. Бір-бірімізді ымдап орысшалап үйтіп-бүйтіп түсінетінбіз. Содан мен оған өзім жайлы ұзақ әңгіме айта алмадым. Өйткені аудармашысыз ол мені түсінбейтін еді. Сөйтіп сол түні мен Лидің қойнына жаттым. Бір-бірімізді түсінбесек те, екеуміздің жүрегіміз жақыннан соғып, бір-бірімізді шын сүйіп қалдық. Сол түннен кейін ол қатты өзгерді. Жаман деп ойламаңыздар. Өте мейірімді, бұрын қалай сыйлап жақсы көрсе, одан да қатты жақсы көріп, жанынан тастамайтын болды. Қайда барса да той жиын, шетелге барлық жерде жанында жүретін болдым. Алайда мені өзгелерден қатты қызғанатын еді. Ешкіммен араластырмайтын болды. Сонда да мен оның мені қызғанғаны демек сүйгені, жақсы көргені деп мұнысына аса мән бермедім. Сөйтіп екеуміз үйленетін болып, Қытайдағы атасының алдынан өтіп, батасын алатын болып, жеке ұшақпен 7 қытай 2 қазақ болып Қытайдың бас қаласына ұштық. Бұл кезде мен 23 жаста, ал Ли болса 35 жаста еді. Қытайға келген соң атасының үйін көргенде құлап қала жаздадым. Тек киноларда көретін ерекше Қытай стиліндегі шатырлар, ілмелі шамдар, керемет зәулім сарай екен. Ішінде жүгіріп қызмет етіп жүрген қызметшілер көп екен. Мен құдды бір ертегілер еліне тап болғандай күй кештім. Лидің нұсқаулығы бойынша Қытайдың ұлттық киімін киіп атасының алдына бардық. Атасы дегенмен өзінің жасынан әлдеқайда жас көрінетін миллионер шал екен. Ли осы кісінің немересі. Қазақстандағы зауытты қаржыландырып отырған осы кісі екен. Ол зауыт шемішке майын шығаратын. Сол шемішке майының 1 литрінен Қытайда 5 литр май шығарып, қайтадан Қазақстанға экспорт жасап сататын. Осылай біздің еліміздің арқасында миллиондап ақша тауып отыр екен. Сондай-ақ мұнанда басқа ірі табыс көздері бар бизнестер бар екен. Мен мұның барлығын аудармашы кісіден естіп біліп алдым. Сөйтіп атасымен, әке-шешесі және басқа да бауырларымен танысып, сол жақта Қытай халқының дәстүрімен үйлену тойымызды жасап, балайын өткізіп, 1 айдан кейін елге қайттық. Әрине менің артымнан іздеушім, жанашыр туған туысым болмаған соң, барлығы Қытай дәстүріне сай болды. Мен бейне бір түс көріп жүргендей болдым. Сөйтіп елге оралғаннан кейін сол ауылдағылар менің зауыттың бастығы Қытай жігітіне тұрмысқа шыққанымды естіді. Маған бұрынғыдай емес басқаша қарай бастады. Алайда ешкім маған бетіме келіп, Қытайға неге тиесің деп айтқан емес еді. Өйткені Ли сол ауыл аймақтың барлығын ақшамен арбап сатып алған болатын. Сырт көзге кәдімгі қазақ ауылы болып көрінгенмен, солтүстіктің көп жерлері қазақтардың атына рәсімделіп, Қытайлардың жеке меншігіне айналып кеткен еді. Бұл енді саяси әлеуметтік мәселе ғой. Мен бұл жайлы білгеніммен, мен кішкентай ғана адаммын. Қаншама ішім күйсе де, мен де сол Қытайға сатылдым емес пе? Алтын көрсе, періште жолдан таяр дегендей, тұрмысқа шықпай жатып-ақ сол зауытта жұмыс істеп жүргенімізде қазақтың көп қыз келіншектері миллионер Лиді көрсе өздері қылмыңдап, соның алдында құрдай жорғалайтын еді. Сол қыз келіншектер мен Лиге тұрмысқа шыққаннан кейін маған қызыға да қызғана да қарайтын болды. Баяғы жетім қыз сол ауданның ханымына айналды. Аузымнан шыққаның барлығы орындалатын. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда дегендей іздеуім, сұрауым жоқ. Болған мен өз қалауым бойынша өмір сүріп жаттым. Алайда мен алтын торға қамалдым. Ли өте қызғаншақ болды. Мүмкін қызғанатындай да бар шығар, мақтанғаным емес, мен өте сұлу едім. Лиге тұрмысқа шыққалы тек бренд киімдерді киіп, өз-өзімді күтіп, ақ саусақ ханымға айналдым. Келбетім құтты ағылшын актрисасы Джолиге ұқсайтынмын. Үнемі боянып, сыланып формада жүретінмін. Одан қалса небәрі 23 жаста жап-жаспын. Сонымен не керек? Бақыт ақшада емес екен. Барлығы жақсы болғанымен, кейін Лидің бір әлсіздігіне мен шыдай алмадым. Ол төсек қатынас еді. Ли басында сондай сезімтал, жұмсақ болғанымен, уақыт өте төсек қатынасында қатты өзгере бастады. Мен өзім білмей сақтанбай одан аяғым ауырлап қалды. Сөйтіп алғашқы сәбиіммен болған жағдайдан кейін Қытайдың баласы болса да туамын деп ұл туып алдым. Ли күндіз жұмыста болатын. Кешке келіп тамақтанып алған соң таң атқанша еркімнен тыс қатынасқа түсетін. Мен оның мұнысынан шоши бастадым. Бірдеңе десем мені түсінбейді. Өзі өз тілінде айғайлап ұрсып беретін еді. Сондай-ақ өздері біртүрлі тамақтар жейтін. Мен кейде қытайлардың жанына отырып тамақтануға жиренетін болдым.
Осылай жүргенімде екіншіме аяғым ауырлап қалды. Өзеге түссем қыз бала екен, сөйтіп мұны да туып аламын деп шешіп, осы күніме де шүкіршілік айтып жүре бердім. Алайда айым күнім жақындап қалса да, Ли мені төсекте зорлап қинағанын қоймады. Тіпті аяғы ауыр-ау деп те аямады. Содан Қытайда олардың Шаған деген ұлттық мерекелер болатын болып, атасы Лиді шақыртқан соң бір айға сонда ұшып кететін болды. Мұның алдында біз Нұрсұлтанға бір досының тойына барған болатынбыз. Сонда ол досы да Қытай жігіті қазақтың қызына үйленіп жатты. Ли сол досының тойына сыйлығым деп 800 мың теңге берген болатын. Лиге ақша деген түкке тұрмайтын нәрсе еді. Қолы ашық жігіт еді. Бізден ештеңені аяған емес еді. Ұлын да қатты жақсы көретін, тек сол бір кемшілігі төсек қатынасындағы хайуандығы болды. Сөйтіп Ли кеткен соң мен осы сәтті пайдаланып, зауыттағы қазақ аспаз тәтемен ақылдасып үйімді сатып, бар жиған тергенімді индрайвер арқылы жүк көлігіне тиеп, солтүстіктен мүлде басқа жаққа қашып бір түнде көшіп кеттім. Өйткені өмір бойы Қытайдың құлы болғым келмеді. Қазақстанның қиыр шетіне келіп, кішігірім тыныш бір қалаға орналастым. Телефон номерімді смартфоныммен бірге ауыстырып жібердім. Өйткені қытайлар біздің WhatsApp секілді өздерінің WeChat деген желісі бар. Қытаймен барлық жақпен өзара осы желі арқылы хабарласып сөйлесіп жүретін. Мені де осы WeChat арқылы тауып алады ма деп қорықтым. Сөйтіп осында келіп пәтер жалдадым. Кішкентай баламен және екіншісіне аяғым ауыр, жұмыс істей алмайтын болғандықтан бар жиған тергенім ішіп жеумен пәтер ақыға кете бастады. Қолымдағы қаражат үй сатып алуға келмейтін еді. Ол кезде жаспын, Лидің жанында үлдемен бүлдеге оранып, қарным тоқ, уайымым жоқ деп артық қаражат жинамай жүре беріппін. Болашағыма страховка жасамаппын. Жаңа ортаға келген соң көп уақыт өтпей-ақ босанып алдым. Қызды болдым. Балаларымның туу туралы куәліктерінде қазақ деп жазылып тұр. Өзімнің атыма жазылған, өйткені біз Ли екеуміз заңды түрде некеге тұрып үлгермеген едік. Ұлым да былдырлап қазақ тілінде сөйлеп тілі шыға бастады. Дегенмен Қытайдың қаны бар емес пе? 4 жасқа жақындап қалды. Мен қиналып бірдеме жасап жатсам, маған қарап сықылықтап күледі. Сондай кезде маған жаны ашымайтын, қытайларға ұқсаған безбүйрек болып өспейді ме екен деп ойланып қаламын. Ал қызым өзімнен аумайды. Күнімізді көру үшін тапсырыспен самса, құймақ, тәтті тоқаштар пісіріп сататын болдым. Қазіргі күнкөріс табыс көзім осы. Ал Ли Қытайдан келген соң мені көп іздепті. Әлі күнге дейін көңіл қошы жоқ болып, томаға тұйық болып жүреді екен. Ол жақтың барлық жаңалықтарын зауыттағы аспаз тәтем арқылы біліп отырамын. Енді қазіргі таңда 2 баламен қатты қиналып қалдым. Енді ең болмағанда Лиге балаларына алимент төлетіп, балалары үшін әке ретінде жауапкершілікті сезініп, жағдайымызды жасап берсе екен деймін. Осы себепті менікіндей жағдайда не істеуге болады? Заңды тұрғыдан ақыл кеңес беріп, көмектесетін адам болса екен деймін. Жалғыз басты анаға қиын екен. Мүмкін мені түсінерсіздер, мүмкін сөгерсіздер, бірақ өмірім осылай болды.